Баршаңызға сәлем, сіздермен тілгеспек жоқ, және оның жүргізушісі мен журналист Әсем Жапишева. Өткен шығарылымда көп адам несие сұрағын комментарийлерде көтерген болатын. Және оны түсінуге болады. Маусымға дейін банктер шегерім бергенімен кіріс көзінен айырылған адамдар маусымнан кейінде алған кредиттерін төлей алмауы мүмкін. Сондықтан бүгін қаржыгер Дана Жарылғапова фактчек KZ үшін жүргізген арнайы зерттеуді негізге ала отырып, болашақтан не күтуге болатындығы туралы болжалдарды жинадық. Мақаланың толық нұсқасын осы видеоның түсініктемесінен көруге болады. Және бастамас бұрын осы видеоға лайк басып, каналға жазылып жатқандарыңыз үшін алғысымды білдіремін. Сонымен карантин мен жұмыстың тоқтап қалуы салдарынан көптеген адамдар мен кәсіпкерлер ақшасыз қалды. Ал несие бойынша міндеттемелер бұрынғы қалпында қала берді. Себебі коронавирусқа байланысты енгізілген ТЖ режимі форс-мажорға жатпайды. Егер жататын болса, онда несие төлемеуге болатын еді. Осы орайда мемлекет атынан қаржы нарығын реттеу және дамыту агенттігі, яғни банктер мен қаржы ұйымдарын қадағалайтын орган 2020 жылғы 22 наурызда халық пен шағын және орта бизнес кредиттерін төлем мерзімін 15 маусымға дейін шегере тұруға қаулы қабылдады. Сонымен несие мерзімін кім шегере алды? Келесі адамдардың төлемдері 15 маусымға дейін автоматты түрде шегерілді. Әлеуметтік жағдай нашар адамдар, оның ішінде отбасылық табыс деңгейіне қарамастан көп балалы және толық емес отбасылар, мүгедек балалары бар отбасылар, атаулы әлеуметтік көмек алушылар, аз қамтылған отбасылар, ресми түрде тіркелген жұмыссыздар, сондай-ақ карантин мен ТЖ режимінің салдарынан қаржы жағдайы нашарлаған адамдардың банктерге, микрокредиттік және тағы басқа ұйымдарға өтініш беруге құқығы болған. Егер жеке кәсіпкердің сондай-ақ шағын және орта бизнестің қызметіне шектеу қойылса, бөлшек сауда, сұлулық салоны, ойын-сауықты ұйымдастыру және тағы басқа, және немесе қаржы жағдайы нашарлап кетсе, онда олар да төлемдерін 15 маусымға дейін шегеруге құқылы болды. Қанша адам несие мерзімін шегеріп үлгерді? Мәлімет бойынша 1660-1232 адамның 237 миллиард теңге төлемдері тоқтатылған. Олар есеппен алсақ, бір қарыз алушыға 142.900 теңге тиесілі, яғни орташа ай сайынғы төлем 47.600 теңге. Оның ішінде тек 300 мыңға жуық адам әлеуметтік жағдайы нашар топқа жатады. Ал қалғандары жеңілдік алатын санатқа жатпайтын қарыз алушылар. Сарапшылардың айтуы бойынша, бұл деген ТЖ режиміне байланысты Қазақстанда адамдардың 82% табысын жоғалтқан дегенді білдіреді. Сондай-ақ 11 мыңнан астам шағын және орта бизнестер 138 миллиард теңге сомасына кредит кейінге шегерілді. Ол бір қарыз алушыға орта есеппен шамамен 12 миллион теңге, яғни орташа ай сайынғы төлем шамамен 4 миллион теңге дегенді білдіреді. Несиенің проценті өсе ме? Кредитті қайтару мерзімі ұзарғандықтан пайызда қосыла береді. Сондықтан соңына қайтаратын ақша да көбейеді. Бұл жерде ең бастысы төлем сомасын 15 маусымнан кейін бірден қайтару қажет емес. Сізде не ай сайынғы төлем болмашы сомаға артады, көбіне ипотекалық қарыздар бойынша, не кредиттің ай сайынғы төлем сомасы бұрынғыдай қалып, тек мерзімі ұзарады. Мысалы, адамда жылдық пайызы 13-ке тең 6,5 миллион теңгеге жуық ипотекасы бар дейік. Ол үшін ол 9 жыл бойы ай сайын 105 мыңға жуық теңге төлейді. Ал осы ипотекасын 3 айға шегеретін болса, онда 3 айға 210 мың теңгеге жуық пайыз қосылады. Алайда бұл сома 102 айға бөлініп кетеді де, төлеушіге қатты білінбей қалады. Ал енді ең басты сұрақ, 2020 жылдың 15 маусымнан кейін не болмақ? Барлық қызмет саласы 2020 жылғы мамыр айында ашылса да, карантинге дейінгі қарқынмен жұмыс істеп кетпейді. Сондықтан бұл салада жұмыс істейтін адамдардың табысы бұрынғы қалпынан бірден оралмайды. Оның үстіне мүлдем жұмысынан айырылған адамдар да бар. Сарапшылардың айтуы бойынша экономикаға індеттен келген залалдың әсері кем дегенде жыл соңына дейін жалғасады. Және шығындарды реттеп отырғанның өзінде отбасылық бюджетке қанша кіріс кіретінін жоспарлау қиын. Мемлекет қарыздарды 15 маусымға дейін шегеріп берді. Ал одан кейін не болары әзірге
белгісіз. Себебі банк пен қарыз алушы арасындағы өзара іс-қимыл әрекеттері нақты айтылмайды. Банктер болса несие мерзімін ұзартуға және төлемдерді азайтуға құлықсыз. Себебі инспекторлық тексеріс кезінде мұндай әрекеттер қарыз алушыларға артықшылық ұсынады және банк жағдайын нашарлатады. Кез келген банк реттеу ережесіне бағынады. Және бұл дұрыс әрине. Өйткені банкке салымшылардың депозиттері бар. Сондықтан банктер қарыз алушыға қандай да болсын артықшылықтар көп бере алмайды. Әйтпесе қарыз алған адамның жағдайы нашарлай берсе, несиені тіпті жаба алмай қалады. Ондай жағдайда банк кепілге берілетін заттарды сатады. Қазіргі жағдайда кепілдегі заттарды сату қарыздың барлық сомасын өтемеуі мүмкін. Сондықтан банктер заттарды жеңілдікпен сатады да, қалған қарызды жай ғана алып тастауға мәжбүр болады. Осылайша, егер банк қарыз алушыға еш пайыз қоспай несие демалысын беретін болса, онда өздері де шығынға батады. Ал мұндай шығынның салдарынан басқа келісімдер бұзылады. Нәтижесінде бір банктер жабылып, оларды басқа ірі банктер жеп қояды. Біз мұндайды соңғы кезде бірнеше рет көрген едік. Дәл осы жағдай мысалы Казкоммерцбанкпен болды. Осы орайда мемлекеттің бәйтерек холдингі өзінің қарыз алушылары үшін несиені қайтару мерзімін ұзартып, төлем кестесін өзгертіп және басқа да жеңілдіктер ұсынып отырып, дағдарысқа қарсы арнайы жоспар бекіткенін жариялады. Алайда қазір ол жоспар туралы ешқандай нақты ақпарат жоқ. Бұл жағдайда кешенді әрі жүйелі жұмыс пен дағдарысқа қарсы жоспар қажет, дейді сарапшылар. Мемлекет барлық тараптың мүддесін ескерте отырып, несие кестесін өзгерту бойынша бағдарлама әзірлей алады. Мемлекеттің мұндай істе тәжірибесі бар. Мысал 2011 жылы дағдарыстан кейінгі қалпына келтіру бағдарламасын іске асырған еді. Ол кезде мемлекет кредиттердің пайыздардың бір бөлігін өзі төлеп, салықтар бойынша мерзімдерді ұзартты. Ипотека қарыздарында қайта қаржыландыру бойынша тәжірибе бар. 2010 жылы 120 миллиард теңге қойған, 2015 жылы 130 миллиард теңге болған. Өкінішке орай мемлекеттің көптеген бағдарламасына сол баяғы банктер мен қарыз алушылар қатысады. Сондықтан мұндай жағдайда осы уақытқа дейін мемлекеттен көмек сұрамай барлығын өзі істеп келгендерді де қолдауға болар еді. Ең болмағанда оларға өзінің зейнетақы жинағының бір бөлігін тұрғын үй мен білім алуға жұмсауға рұқсат беруге болатын сияқты. Мемлекеттің кез келген бағдарламасына ақша қажет екені түсінікті. Алайда бизнесті, жұмыс орындарын және адамдардың тұрғын үйін сақтап қалуға мүмкіндік беретін шаралар да керек. Сайып келгенде экономикадағы мұндай мінсіз дауылды еңсеріп, одан әрі даму үшін бар күш-жігер мен ресурсты бір арнаға тоғыстыру қажет. Мемлекет дәл осындай кезде біздің бірге екенімізді нақты көрсете алады. Сарапшылардың айтуы солай, ал бізде бүгінге осы видеоға лайк басып, пікір қалдыруға ұмытпаңыздар. Назарыңызға рахмет, көріскенше.